12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Мойынқұм Жамбыл облысындағы газ тартылмаған жалғыз аудан. Көмір тапшы, көмір жоқ. Ауыл мен шаруа қожалықтарда жалғап тұрған жалғыз өткел құлаудың алдында тұр. 5-6 болмаса да бір 4-5 әкім ауысты біздің ауылданда. Бірақ шешілген мәселе жоқ. Енді су буынға тұз жиналады. Бұны тек айтуды қойғамыз, жеңілдік. Үкімет пәтер кілтін табыстағалы 10 жылдан астам уақыт өтсе де тұрғындар әлі күнге дейін үйлерін өз аттарына тіркей алмай жүр. Пособие аламаймыз балаларымызға. Справка аламаймыз. Мәден Мұсаев қызметте отырғанда ауданның орталық алаңын адам танымасы етіп өзгертті. Енді осы сіз қызметке отырғанда ауданда қандай жаңашылдық, қандай өзгеріс күтті? Уәде беруге болады, өйткені бұл өте өзекті проблема. Түнделетіп Жамбыл облысы орталығынан ең алшақта орналасқан жері бай, елі дархан деп әуендеткен өңірдегі жер көлемі бойынша ең үлкен аудан Мойынқұмдамыз. Мойынқұмдағы мәселе аудандағы ахуал қандай, оны ертең ауылдағы ағайын айтатын болады. Бұл әкім уәдемен өде, жүргізуші Шерхан Абзаллы. Біз бастаймыз. Аудандағы атбасын бірінші бұрған ауылымыз Қарабөгет. 482 халқы, 84 түтіні бар елді мекен шағын болса да бізді таң қалдырды. Алақандай ауылда су жаңа ойын алаңы, тіпті балабақшаға дейінде бар. Бөлінген бюджеттен бөлек жергілікті азаматтардың демеушілігімен мешіттің құрылысы да жүріп жатыр екен. Ауыл әкімде қандай баға бересіз жұмысына? Өте жақсы. Мен өзіме жақсы енді. Ол халық көп, әкім біреу-ақ білесіздер ме? Сондықтан ол кісіге мүмкін басқа да әңгімелер болуы мүмкін. Бірақ жалғыз ғой. Бірақ ол кісіге мен жақсы деген баға беремін. Әкім Бағдат сатып алды. Жақсы жұмыс. Жылдан жылға айтыр. Гүлденіп жатыр ауыл. Тазалық. Мұны мешіт салып жатыр. Толық ремонт жөндеуден өтіп, тәтті су келіп жатыр. Бізбен сұхбаттасқан ауылдықтардың еш айтар арызы жоқ екен. Мәселеміз кезең-кезеңмен шешімін тауып жатыр дейді. Ауылдың ауызбіршілігі мен бірлігі бекем болғаннан ба, әлде расымен жағдайдың жақсарғаннан ба, әкімнің мақтауын асырып, көңілдері толатын жеткізді. Мұндағылар мақтаған, тұрғындар жақтаған, ауыл басшысы да келіп жетті. Әкімді әңгімеге тарттық. Айтунша мұндағы басты мәселе ауыз су. Дегенмен келесі айдың аяғында, яғни желтоқсанда берілетінін айтты. Сол ауыз суды биыл Құдай қаласа бітіреді деп отырық. 21 жыл осы декабрьде қолданысқа беріледі. Қарабөгетте 5 жылдан бері басқарып отырған Бағдат Сатыбалдиевпен бірге білім ошағына бардық. 108 бала оқитын оқу ордасында 37 жыл бойы еңбек еткен мұғалімді кезіктірдік. Түсірілім топты көрген ұстаздың бізге айтары бар екен. Тыңдап көрдік. Айтпаға әкім айтқан ауыз су желтоқсанда беріледі дегенге сенбейді. Себебі беріледі дегенге мен мысалы өз басым сенбеймін. Өйткені суды алатын мен ғой. Оның ар жақтағы несі, вишкасы дейма, несі дейма, олар бітпесе бізге қаяқтан береді ол суды. Мен соған таң қалам. Бізге айтты. Яғни күмәнмен қараймын. Күмәнмен қараймын. Ол бітетін болса егерде қарашаның аяғына дейін, онда мен кінәлі болайын. Суға қатысты сендірген әкімге сенімсіздікпен қарайтын мұғалімді тілдестірдік. Ауыл басшысы келер жылдың аяғында тұрғындар ауыз суға қол жеткізетінін тағы айтты. Жақсы, енді мектепке оралайық. Мына мектепті аралап жүрдік, көрдік, барлық кабинеттермен таныстық. Енді қарап тұрсақ, мектепте спортзал жоқ секілді. Бізде жаңа айтып отырмын ғой, спортзал бұл мектеп негізі типовой мектеп болып салынбаған. Уағында бұл общежитие болып салынған. Біз ауданның басшыларына басқаға да айтып жатыр енді. Ол кісілердің барлығы келешекте салынатынын, оның үстіне жаңағыдай ауылдың жаңа кем кетігін кезең-кезеңмен істейтінін өздері жылда
уәдесін беріп келатыр. яғни мектептің қасына бөлек спорт зал салып берейін деп жатыр. Иә, құдай қаласа сондай жоспарларымыз бар. Келешекте дегеніміз енді шамамен неше жыл? Енді келесі жылы 22-де күрделі жөндеуден өтетін болса, сол 23-24-ке біз жоспарлаймыз, Алла қаласа. Білім ордасындағы басты мәселе осы, балаларға спорт зал жоқ. Бірақ естігендеріңіздей мектеп келер жылы күрделі жөндеуден өтсе, көп ұзамай спорт залда салынбақ. Ал бұл аудан орталығынан 30 шақырымда орналасқан ауыл, көкжиектегі көпшіліктің қандай айтары бар екен, сұрап білейік. Бұрындары Амангелді аталатын ауылдарала бақсақалдармен жолықтық. 80 жылдан астам уақыт тұрып келген қариялардан көкжиек туралы сұрадық. Мұндағы тұрғындар егін мен мал шаруашылықты мықтап қолға алған екен. Бүгінгі таңда басты табыс көздері де осы. Ал ауыл әкімі соңғы сайлауда сайланған осы ауылдың азаматы. Кіндік қаны тамған жер болғасын, бар біліктілігін салып ауылды көркейтетініне сенеміз дейді ақсақал. Арықтардың бәрі қазылды. Ол енді сол әкімдердің істеген тірлігі ғой бізге. Балаларға әсіресе мына ойнайтын алаң салынды. Сол өте жақсы болып тұр. Жаңадан медпункт салынды. Ауыл әкім жұмысына қандай баға бересіз? Жақсы деген баға беремін. Жақсы істеп жатыр ол бала. Ауыл әкімі жаңадан болды енді. Бір-екі ай жүзі болды болғанына. Енді өзіміздің ауылдың жігіті ғой, жақсы жұмыс істейді. Өзіміз сайлап қойдық. Ал ауылдағы ахуал қандай? Бұл енді аудан көлемінде бізді көкжиек. Енді аш су буынға тұз жиналады. Кейінгі ұрпақтар жаңағы сонда тәтті су ішсе деген ойым бар. Қазіргі әкіммен де құлағына тисе шешетін шығар деген ойдамыз. Ауыл ақсақалдары көкжиектегі көпшілік ашты суда айта-айта шаршаған айтады. Естейтін мемлекеттің естімейтін кей басшыларына жан айқайымыз жетпеді деп жыларман. Көргеніміз құрғақ уәде мен нәтижесі жоқ бос сөздер дейді. Ашты су деген мына аурудың бірден бір бәлесі судан болып жатыр ғой. Бұл тегін мен қазір 85-ке келдім. Анау әкім келеді, боқ қалдым, мына әкім келеді, болады. Өдеменен бәрі айтар, әлі су жоқ. Оны енді менікі талай жиналыстарда айтылды, қазір енді сен сұрағанын енді айтып тұрмын. Бұны тек айтуды қойғамыз, жеңілдік. Тәтті су деген шай ішкенге тасып пішеміз. Мен фурнкіден әкеп ішемін. Елдің бәрі сол тасып әр жерден шайға сусынды қанбайды, аш су ішеді. Келген меймандар қиын, олардың ішіне жақпайды. Кейбір тұрғындар тәтті суды ауданнан тасып ішетінін айтады. Ақсақалдар ашты су тәтті судың орнын баса алмайтынын айтып, тіршілік нәрінің тұзды екенін тілге тиек етті. Ауылдықтардың басым көпшілігі судың дәміне үйренгенімен, мұнда келген меймандарға аса білінеді екен. Сырттан келген адамдар енді шыдай алмайды. Енді айырмашылық бар ғой енді. Тұзды ғой yani. Ендеше Көкжиек ауылының халық қалаулысы Айдар Құлов Жәнібекпен қазір сұхбаттасып көретін боламыз. Міне Қызылтал ауылдық округі. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ауыл әкімімен сұхбаттасуға Айдар Құлов Жәнібек. Жамбыл телеарнасында есім Шерхан болды. Ол кісі қазір жұмыс орнында жоқ. Аудан орталығына жиналысқа кетіп еді бүгін. Сағат 3-те жиналыс бар деп еді. Қазір орнында жоқ. Әзірге келмей ме? 3-те жиналыс деген енді сағат қазір 3 енді болып қалды ғой. Қандай жиналысқа еді нақтырақ білесіз бе? Оны білмедім. Жақсы, ендеше өздеріңіз көргендеріңіздей ауыл әкімі орнында жоқ. Ендеше барлық мәселенің барлығын аудан әкіміне жеткізетін боламыз. Үлгергенімізше ауылдарды аралап үлгердік. Енді аудан орталығына ат басын бұрайық. Сіз білесіз бе, Мойынқұм Жамбыл облысындағы газ сатылмаған жалғыз аудан. Оның үстіне жығылғанға жұдырық болып деп, биыл көпшілік көмірге қолын жете алмай, не ауыл айналасындағы тегін жатқан сексеуілді де жаға алмай отырмыз деп шағымдануда. Ауылдағы ағайын амалсыздан ауыл айналасындағы осындай ағаштар мен қалдықтарды жағып үйлерін жылытуға мәжбүр.
көмір жоқ қой енді. Бір анда осында келеді кішкене. Қазір не жағып отырсыздар? Енді тал, шырпы, көмір жоқ енді. Жаурап жатырық. Көмірдің бағасы өткен жылға қарағанда қымбаттады ма? Қымбат, былтыр біз 23 мыңнан алғанбыз, биыл 28-30 мыңға дей барады дейді. Көмір сол болмайды дейді, сол жағына сондай дейді. Енді білмейміз пока. Енді күн суыватыр, көріп жатсыздар, бүгін қандай болып жатыр күн. Енді келешекте қара халықты жылатпайтын шығар енді. Көмір тапшы, көмір жоқ. Бізге қымбат, елдер көмір әкеле алмайды. Отынның ішінде жүріп, отын ала алмаймыз, сол ғой енді. Біздің Мойынқұмның мәселесінің бәрі осы. Көмір отынмен күн көріп отыр, газ болса бізге жақсы болар еді. Бүгіндегі Мойынқұм аудандағы басты мәселе де осы болып тұр. Пеш жағып, отын тұтатып, көмір жағып отырған тұрғындар дәл осындай күндерді ұмыт қалдырып, қолымыз көгілдір отынға жетсе дейді. Мойынқұм ауданының әкімі Әлихан Балқыбековпен сұхбаттасатын боламыз. Қыркүйекте сайланған халық қалаулысы ауданмен қаншалықты танысып үлгерді? Бірге білейік. Басшымен бірден байланысу мүмкін болмады. Себебі әкім мырза жасап жатқан жиынның үстінен түсіппіз. Амал жоқ, сағаттап тосуға тура келді. Мойынқұм ауданы көгілдір отынға қолы жетпей отырған жалғыз аудан. Енді осы тұрғындар өзге аудандардағындай пеш жағып отырмайтын, отын тұтатып отырмайтын жағдайға қашан қолдары жетеді? Өте орынды сұрақ. Мен енді айттым ғой, жақында ғана келдім бұл ауданға. Осы Шу ауданынан келгеннен кейін әбден газға үйренгенбіз ғой біз. Мұнда келіп мен өз отбасыммен қиындықты байқап отырмын. Сондықтан бұл 9 елді мекенге маған дейін жобаланған екен. Енді бұл жоспар, егерде мынау біз жаңағы тиісті құжаттарын дайындап беретін болсақ, 2023 жылдары біз бұл жұмысты жүргіземіз. Сол 2025-ке қарай ғана іске асады деп мен болжап отырмын. Көгілдір отынның болмауынан үй жылытқанда тұрғындар түгілі өзі де қиналып отқан айтқан жаңа әкім жобаның жақын арада жүзеге асуы қиын екен жеткізді. Ал ашты су ішіп отырған Көкжелек ауылының мәселесі қашан шешілмек? Көкжелек, Хантау, тағы қай Ақбақай ма, ұмытып қалмасам, мен оны ЖКХ бөлімінен сұрадым. Жыл аяғына дейін мынау ЖЭС-қысы дейді ғой, жобалау сметалық құжаттар аяқталады деп уәде беріп отыр, және жылдың соңына дейін сараптамадан алатын болсақ, келесі жылға біз бұл ауылды сумен қамтамасыз ету жұмыстарын бастап кетеміз. Осы орайда туындайтын сұрақ, сол баяғыда да қайталанатын сценарий биылда да орын алмай ма? Мен бұл мәселені өз бақылауыма аламын. Ал бұл Амангелді көшесіндегі 2 қабатты үйде бүгінде 40-қа жуық отбасы тұрады. Үкімет пәтер кілтін табыстағалы 10 жылдан астам уақыт өтсе де тұрғындар әлі күнге дейін үйлерін өз аттарына тіркей алмай жүр. Біздер үйіміздің документі жоқ. 2008-де кірдік, ең бірінші болып кіргенбіз. Амангелді 114 үйінің тұрғыны Гүлмира Өтемісова пәтерін атына тіркемегендіктен түрлі қиындыққа тап болғандардың бірі. Салдарынан үйінде сата алмай отыр. Себебі пәтердің құжаты жоқ. Документі жоқ, бәленбай өзім кегелі жүгіріп жатыр бұл кісілер. Үйіміз атымызға тіркелмегендіктен пособие аламаймыз балаларымызға. Справка аламаймыз. Пропискада жоқ. Баспана үшін бармаған жері, ашпаған есігі қалмаған бұқара күні бүгінге дейін бұл мәселені ешкім шешіп бере алмағанына қапалы. Жаңа аудан басшысы арызымызды тыңдап, шара қолданса дейді. Барады, халық барады. 2 айда міне бітіріп береміз деп шығарып салады. Міне. Жылда сөйтіп келе жатыр, халық солай ғой бізде, иә? Биыл да жаңа жыл деді, енді Құдай біледі. Енді бұл 2008-2009 жылдары болмаймын, сол кездегі аудан әкім болған Оспанбеков деген ағамыз бұны жөндеп, бұл қирап кеткен ғой. 2 этаж қып, сол жердегі от
мынау тұрмысы төмен азаматтарға үлестіріп берген екен. Сөйтіп сол кездегі мынау ауыз су деген бір мекеме болған екен, колхоз мекемесі, соған солардың теңгеріміне берген, алайда құжаттар заңдастырылмай қалған екен. Шамамен қашан реттелейді деп айта аласың? Мен енді жылдың аяғына дейін мына жалпы мемлекеттік акт алуын аяқтап берейін, ары қарай енді келесі жылы мен толықтай бұл мәселені аяғына дейін жеткізуге тырысамын. Мойынқұмдағы келесі мәселе тұрғындар ат қойып алған қыл көпір. Мойынқұмдағы малшылардың мұңы болған мәселе осы көпір. Ауыл мен шаруа қожалықтарды жалғап тұрған жалғыз өткел құлаудың алдында тұр. Жергілікті тұрғындар билік басындағыларға талай мәрте ұсыныс тастағанымызбен еш өзгеріссіз дейді. Бұл сонау 70-ші жылдары соғылған Радай көпірі. Байқағандарыңыздай көпір құлағалы тұрғалы талай атқа мінер ауысты. Бірақ көпір сол қалпы дейді шопандар. 5-6 болмаса да бір 4-5 әкім ауысты біздің ауылдан да. Айтылып та жатыр, бірақ шешілген мәселе жоқ. Жалғыз жол мына малды ауылдарға барады. Бұл осылай құлап тұрғанына бір 8-9 жыл болып қалды. Енді қазіргі аудан әкіміне қол қалса болады ғой, бұл енді болатын жағдай жасамай жатыр ғой. Бердібек Сапарбаев келгенде де айтылған бұл мәселе. Ал бұл көпірдің астындағы жағдай осылай бір жағына қарай сайып қалған байлығы. 3 қыркүйек күні мен тағайындалдым, бұл жұма күні болатын. Ертесіне сенбі күні ауданның орталығын араладым да, сосын қасымдағы орынбасарларым айттым, жүріңіздерші, мына Радай көпірін көрейін деп барып көріп қайттым. Бұл осыға дейін жаңағы экспертизадан шықпай жатқан, қазір сараптамадан шықты, енді өтінім берілді. 2022 жылы мен ойлаймын, бәрі дұрыс болып бұйыртса біз жұмыстарды жөндеу енді бастап кететін шығармыз. Бірақ оны нақты айтылмаймын, өйткені бұндай қаражат аудан бюджеті көтере алмайды, бұл облыстан, республикадан сұралатын қаражат. Уәде беруге болады, өйткені бұл өте өзекті проблема. Сондықтан мен бар күшімді саламын осы мәселені шешуге. Ал күніне тек 2 мезгіл ғана су алуға мүмкіндігі бар мойынқұмдықтардың мәселесі қашан оңалмақ? Бұл келешекте егерде біз қосымша жоба жасатып, тағы да су башня дейді ғой, мұнарасын орнатып есептейтін болсақ, 24 сағатқа дейін су беруге болады. Бірақ бұл әзірге мүмкіндік жоқ ондай. Мәден Мұсаев қызметте отырғанда ауданның орталық алаңын адам танымасы етіп өзгертті. Енді осы сіз қызметке отырғанда ауданда қандай жаңашылдық, қандай өзгеріс күтіп тұр? Мойынқұм ауылына кіре берістен бастап жарық жанып тұр, бірақ әртүрлі ала-құла. Мәден Тоқтарбайұлы алаңды жаңартса, мен осы ойымда осы орталық кіре берістен бастап орталық көшені бір ауданға кіріп келе жатқандай келбетте болса деген ниетім бар. Негізгі ойым осы көшені толықтай жөндеп, кеңейтіп, жоба жасатып, ескізін жасатып, келешектен бұл үлкен қаржы болуы мүмкін. Бұл осындай бір үлкен жоспарым бар. Аудан басшысының берген сұхбаты осындай болды. Ал уәденің үдесінен шығар әкімді оны уақыт көрсететін болады. Сіздермен бірге болған әкім уәдемен үде, және де оны жүргізетін мен Шерхан Абзалұлы Абзалын айтамыз. Көзқарақты көрермен біздің түсірілім топ келесі сіздің ауылға баратын болады.